Ассаляму алейкум достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ, дәмді пицца дайындайтын боламыз. Үйіңізде ескіріп, кеуіп қалған немесе қатып қалған нандар болса, дәл осыны пицца әзірлеп беруіңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолда өте оңай. Видеомды қолдап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Қалып қойған нандарды ысыраф етпеу мақсатында дәл осы пиццаны жасап көріңіздер, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Ең алдымен осы қатып қалған нандарымызды ұсақ бөліктерге бөліп, бір ыдысымызға дайындап аламыз. Менде бұл жерде шамамен жарты бөлке нан бар. Өздеріңізге қандай мөлшерде, қалай тураған ыңғайлы солай дайындап алсаңыздар болады. Пышақпен кессеңіздер де болады. Бірақ та осылай қолмен үгіткен өте жылдам әрі оңай болып табылады. Міне нанымыз дайын болды. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне сүтімізді құямыз. Және де 1 шай қасық тұз, қара бұрыш, және дәмі жақсы болсын деп паприка қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған массамызға нандарымызды саламыз, жақсылап араластырып қоямыз. Нандарымыз өзі жібіп, езіліп, дайын болып тұрады. Достар, менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де көптеген оңай әрі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Пиццамыздың салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ірімшікті үккіштен өткіздік. Мен бетіне қызанақ қана дайындадым. Сіздер өздеріңіз салмасына әртүрлі нәрсе салсаңыздар болады. Міне біздің нанымыз жібіп дайын болып тұр екен. Енді осыны қолдарыңызбен немесе перчатка киіп те араластырсаңыздар болады. Мен өзім перчатка киіп жұмыс жасай алмағаннан кейін қолмен араластырып дайындап қойдым. Қызып тұрған табамызға жақсылап май жағып аламыз. Енді пиццамыздың негізін салып, жақсылап біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Оттың астын орташа етіп қойып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Және де осылайынан шеттерін босатып көреміз. Барлығы бірігу керек. Екінші жағына ауыстыру үшін бетіне тарелке төсеп, осылайынан ауыстырып алсаңыздар болады. Біздің қамырымыз бір-біріне бірігіп, қызарып, жақсы реңге боялды. Енді екінші жағын аударғаннан кейін бетіне салмасын салатын боламыз. Бетіне ірімшігімізді салып, бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Пиццамызды табадан түсірердің алдында осылай жан-жағын босатып алыңыздар. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Жасалу жолда оп-оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Хан қызы Кермай. Келесі видеода кездескенше.